Көріндік жасаудағы өзімнің тәсіліммен бөлісейін. Алдымен ыдысқа сүт құйып аламыз, үстіне жұмыртқа, қант, тұз салып, барлығын венчиктің көмегімен араластырамыз. Сұйық массаның үстіне ұнды салып, үстіне бір шай қасық разрыхлитель салып, жақсылап араластырамыз, түйіршіктер болмау керек. Осы клярды енді ұзын ыдысқа құйып аламыз. Корындокты батырған кезде ыңғайлы болады. Осы кляр 10 корындокқа жетеді. Сосискенің барлығын осылай тең ортасынан бөліп аламыз. Екі жағы бірдей болатында сырларымызды осы сосискенің көлемінде қылып кесіп аламыз барлығын. Енді корындокты жинайық. Алдымен бізге осындай шпажкалар қажет болады. Шпажкаға алдымен сосискенің жартысын қоямыз, ортасына сырды, оның үстіне қалғанын орналастырамыз. Енді бізге панировочный сухари керек болады. Мен панко дегенді қолданамын. Енді сосискеларымызды клярға салып, толығымен айналдырып шығамыз. Барлық жеріне осы кляры тию керек. Одан кейін панировочный сухаридің үстіне салып, бірден тез-тез араластыру қажет болады, себебі кляр ағып кетуі мүмкін. Осы панировочный сухариді молынан қолданған жөн. Барлық жерін тигізгенде жақсылап қолымызбен қысып өз формасын шығарамыз. Осындай әдемі формада шығады. Мен барлығын бірден жасап алдым. Енді майды жақсылап қыстырып аламыз да орташадан төмен отты қуыратын боламыз. Корындоктарды майға салғаннан кейін шаншқының көмегімен жан-жаққа ауната отырып, жан-жағын бір келкі қылып қуырып аламыз. Бұл корындоктар өте тез піседі. Дәмі өте керемет болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны ұнаған болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.